регламенті бойынша біз қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлауымыз керек. Оған енді сайлауға Тараз қаласы әкімдігінің бас инспекторы Нышанәлі Телеуовті тағайындайық. Дауыс берсеңіздер, қарсы емессіздер ме? Бәріңіз бір ауыздан келісесіздер ғой. Қалған енді өз Нышанәлі жүргізеді. Қайырлы күн, алқап тұрғындары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Амангелді А1 блогының құм қиыршық тас қоспасының кен орнын тау-кен жұмыстары жоспарына ықтимал әсерді бағалау есебі бойынша бастамасы Құмтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобалаушы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мынау қазіргі Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың қатысысын және дауыстарды санауға жауаптылығын сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекітуіміз қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, Құмтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Әбдіқасым Еркеғали Әбдіқасымұлы сайлауға ұсынамын. Дауыс беріп жіберсеңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін бекітейік. Баяндаушылардың баяндамасына 5 минут, баяндамалар талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауапты беруге 10 минут уақыт берсек. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығаруға 2 минут уақыт берсек. Келісесіздер ме осыған? Дауыс беріп жүрсеңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Ендігі сөз кезегі баяндамашы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымының өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызына сөз беріледі. Қайырлы күн, мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Жанерке Бақытқызы болады. ЭКО-КС жауапкершілігі серіктестігінің жобалаушы маманы боламын. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 73 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғи ресурстар министрінің 2021 жылдағы 3 тамызындағы 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз осы жоғарыда айтылып өткен барлық тармақтарға сәйкес орындалып отыр. Қоғамдық тыңдауымыздың бүгінгі тақырыбы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Амангелді А1 блогының құм қиыршық тас қоспасының кен орнының тау-кен жұмыстарына ықтимал әсерді бағалау есебі тақырыбында болмақ. Жалпы нысан Тараз қаласының солтүстік батыс шетінен батысқа қарай 1 километр қашықтықта орналасқан. Ең жақын елді мекен Бектөбе алқабы болып табылады. Жалпы жұмыс алаңынан оңтүстікке қарай 1 километр қашықтықта орналасқан Бектөбе ауылы. Жалпы кен өндіруге арналған жер телімінің ауданы қазіргі таңда 27,3 гектарды құрап отыр. Кен орны экскаваторлар мен жүк көліктерін пайдалану арқылы ашық әдіспен өндіріледі. Артық және борпылдақ шөгінділер механикалық түрде алынады, ал пайдалы тау жыныстары экскаватормен алынып жүк көліктеріне теледі. Карьердегі өндіріс процесіне жалпы аршу жұмыстары кіреді, және де құм мен қиыршық тас қоспасын алу, алынған материалды тиеу және қоймаға немесе тиеу алаңдарына тасымалдау болып табылады. Пайдалы қазбалардың жылдық өндірісі жылына 50 000 текше метрді құрап отыр, яғни тәулігіне 200 текше метрді құрайды. Ал аршынды жыныстардың жалпы көлемі жылына 6 000 текше метрді құрайды. Жұмыс ұзақтығы тәулігіне 8 сағатты құрап отыр, жылына 250 жұмыс күні бір ауысымды жұмыс дейді. Келісім шарт бойынша карьердің қызмет ету мерзімі 2038 жылға дейін қарастырылған. Кен орнын игеру, бұрғылау және жару жұмыстарынсыз жүзеге асырылады. Жұмыс орнының жалпы биіктігі 10 метрге дейін жетеді, ал өндіру жұмысы жүйесіз үздіксіз бір жиекті бойлықпен жүргізіледі. Жоба бойынша ауаның ластануы құм қиыршық тас қоспасын өндіру кезінде, тасымалдау және оны сақтау кезінде орын алады. Ауаны ластайтын ластаушы затты негізгі зат ол биорганикалық шаң. Жоба бойынша ластаушы заттардың жалпы жылына шығарылатын көлемі 25 тоннаны құрап отыр. Жалпы карьерді сумен қамтамасыз ету, сырттан әкелу арқылы
жүзеге асырылады. Адамдардың күнделікті пайдалануына және де карьердің техника жүретін жолдарын шаң басу үшін бізге су қажет. Ол су техникалық су қолданады. Тәулігіне 4000 метр куб су қолданады деп есептелініп отыр. Ал ағынды сулар бетон шұңқырларға ағызылып, олар толғаннан кейін келісімшартта көрсетілгендей тазарту үшін кәріз көлігімен ең жақын тазарту қондырғыларына тасымалданады. Карьердің жұмыс жасау процесінде бізде мынадай қалдықтар пайда болады. Аршу жыныстары, ол карьерді қазған кезде жылына 4600 тонна көлемінде, 9600 тонна көлемінде қалыптасады деп отыр. Осы қалыптасқан қалдық карьердің ішінде орналастырылады және де қажет болған жағдайда карьерді қалпына келтіру кезінде қайта қолданылады. Және де бізде техниканы қолданған кезде қалыптасатын қалдықтарымыз бар. Ол қалдықтарға бізге пайдаланылған майлар, пайдаланылған май сүзгілері және де жұмысшылардан қалыптасатын қалдықтарымыз бар. Ол тұрмыстық қатты қалдықтар. Жылына 1,5 тонна көлемінде тұрмыстық қатты қалдықтар қалыптасады деп отыр. Ал пайдаланылған май жылына 0,55 тоннаны құраса, май сүзгілері 1,2 тоннаны құрап отыр. Осы аталған қалдықтардың барлығы арнайы контейнерлерде сақталады 6 айға дейінгі мерзімде, және де келісімшарт бойынша арнайы мекемелерге өткізіледі, немесе қайта қолданысқа беріледі. Жоба бойынша менің баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойып өтсеңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма баяндамашы? Карьердің жұмысына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Бізде карьерге дейін жол асфальт қойғанбыз, ешқандай жоқ. Карьер ішінде ешқандай неден шықпайды, көп. Bir yılın içinde aldığımızda 16 adam partisi oldu. Dediğimiz çok vakitte, bunda hiç vakti bu anın üstündeyiz. Adam olsa bir adam, bir adam yolunda. Halay sizler canımızdan korşakımızdan, avluda ne koyup getiriyorsunuz canımızdan. Bu sebepten de biz halklar seni falan duyuyoruz. Sizler de. Бізден енді біздің ешқандай жоқ андай не қылады. Может, басқа бір Онда мен айта кетейін, ондай болса. Бізде Бектөбеде жалпы бізде 40 көше бар да Бектөбеде. Сода 37 көшесі асфальтталмаған бізде. Соның қазіргі таңда бізде проблемалар бар. Жаңбыр жауып не ақса лай болып кететін, қисық болып жатқан. Сондай бірең саран көшелеріміз бар, соны бізге көмектессеңіздер, жаңағы не істеп, оптималка төсеп беріп, сөйлеп деген. Сіздердің тараптарыңыздан сондай көмек болса, спонсорский. Біздің өтінішіміз халықтың Машира. Бірінші айтып өтейін, айтып өтіп, әлеуметтік көмектесіп, басқа жерде қалаға көмектесіп тұрған жақсы білемін. Енді құда қаласа ауылға да біздің осындай азаматтардың келіп көмектесіп ойым бар. Себебі сенің саған дейін бір ғой біздің осы уақытқа дейін ауылға отырып уақытында көргеніміз екі карьерді ғана представить етеді. Тек қана еститініміз карьерлер бір ғой Амангелдіге жаңағы Бектөбе ауылына жаңағы көмектесіп ешқандай көрген емеспіз. Енді әгер алдындағы карьер Әбілмансыр деген жігіт көшеміздің бәрін естідім. Бір жауап берді. Ямочный ремонт жасап. Себебі мынау қазір жүріп өткені жөнделгені. Жөнделмегенді көргенде вообще. Ал енді ол жігіт мешіт бар, мешіт көмектесіп кетті. Оны күтіп отырмыз. Ораза бітсін дедік, зекет айы.
Екінші кәлердің әйелі келді, басқа бір тұрады. Ол енді Атшабар көшесіне тас түсірді. Сәрсен аға. Енді өтініш, енді бізде Совет үкіметі кезінде социалистік еңбек болған Халипа Эркбаева деген кісі бар. Арт жақта, ана жақта Атшабардан Беркбай трассаға шығады. Сол кісі бұл тура белден бақпақ болып жатыр. Себебі оны арт жақтан шығатын оқушылар бақпақ болып шығады. Машинелер, машина айтпай қояды. Сол жаңағы сол көшеге жетіп берсеңіз, менің ойым. Ал енді оны басқа малайлер, басқа кісілер де бар. Өзінің ойларын айтсын, неғысын жаңағы үйлері кетсе бір 20 шақты не кетер. Өзім хабарласа қайғы шеккен. Ойларын айтыңдар, қандай тағдыр. Жалпы жобаға қатысты сұрақтарыңыз болса айтып өтіңіздер. Әлеуметтік сұрақтарды сосын талқылайсыздар. Қазір сұрақ қойсыздар. Мынау біздің Бәйтерек деген көше бар. Жаңағы алдында насай. Дулаттың жанына параллельно. Енді невозможно ол көшемен жүргізді. Ана былтыр суды жүргізген, қазып көшенің бәрі ойышу и яма. Сондықтан сол көшеге сіздерге сұрап отырғанымыз грейдер жаңағы ямалар болса соған шағалдарыңызды төсеп берсеңіздер. Өтініш. Осы енді жүру болған невозможно. Бір сұрақ. Ол көшенің суын қашан ауыстырды? Былтыр Енді сізге айтайын, біз өзіміз екі ауылға су тартқанбыз. Мынау Ақбұлыңға тарттық. Біз енді құрылысшы болғанбыз ғой кейін, қазір жоқ ауысып кетті. Содан жаңағы Қызылқайнар деген есте ғой осы. Бұл жерде 3 жылдың ішінде жаңағы мердігер жаңағы су тартқан, канализация тартқан, ол сіздерге 3 жылдың ішінде оны мойында тұр, жөндеу, ананы тазалап беру, жаңағы қалыпты келтіру, соның прямой несі обязанность. сонымен бардым. Жоқ, мен сізге айтып тұрмын. Енді көрейік, мен оны сізге істемейді айтпаймын. Көрейік бәрін. Мен анау бардым. Қазір бірінші мынау жаңағы Майшерге айтқан бірінші көшесін көрейік. 2004 Тарас тұры. Иә. Солардың подрядчиктері ма, супчи ма, солар істеген. Кеше барып оған барып айттым осында істейді. Егер хоть бір қолға болса да айтқан маған не дерші. Бір тасыңызды ол проблема жоқ. Бірақ енді жаңа сіздерден сұранатынымыз грейдермен бір жүргізіп Бұл кісінің мәселесі мынандай ғой, көше бит кеткен да. Білем, ол. Соны ар жағын жүр. Ол өзіміздің аға біз ол басымыз өткен. Бізді водопровод тарттық, айттым, Ақбұлыңды қиын алды. Бәрі шұқыр болды, келіп өзіміз жөндедік. Подрядчиктің мойнында болу. енді Мына жаңа район кезінде біз қалаға көшкеннен кейін бәрінің есімізде мына жаңа жылдан кейін ғой біз қосылғанбыз бәрі. Қазір енді көшеміздің аты Бәйтерек емес, Нұршашу болды. Ол жақта көрейік қазір. аха, хорошо. Мынау енді аталған жобамен келіспеушілік жоқ болса, Біздің сұрайтынымыз сол енді жақсылап бір грейдермен жүргізіп, жаңағы ямалар болса, былай неп кеткен, сол жерде бір екі машина бар. Қай көше дедіңіз? Бәйтерек. Бәйтерек. Жоқ, Қазір Бәйтерек, Бәйтерек бұрынғы аты. бұрынғы Бәйтерек, Нұршашу қазір. қазір Нұршашу. Сосын Берікбаева көшесі. Берікбаева. Ол ағалар жазып жатыр қазір. Соны ертең көтеріп Мынау жоба бойынша келіспеушілік жоқ. Бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауаның ластануына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалға қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімін қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды. Барлық қатысушыларға өз пікірлері үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамада ескереді. Және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Енді немізді жиналысымызды аяқтайық. Осымен қорытындылайық.